Сәлем достар, бүгінгі сабағымыз there is there деген құрылымға байланысты болады. Бүгінгі сабақ өте оңай әрі түсінуге жеңіл тақырыптардың бірі. Мағынасына тоқталатын болсақ, there is there дегенді біз бір заттың бір жерде бар екенін айтқан кезде қолданамыз. Ал there-ны біз бірнеше заттың, яғни көпше түрде қолданамыз. Бірнеше заттың бір жерде бар екенін айтқан кезде қолданамыз. Қазір толығырақ тоқталып өтеміз. There is жекеше зат есімдермен қолданылады, there көпше түрдегі зат есімдермен бірге қолданамыз. There is-дің қолданылуы, there is, одан кейін singular nouns, яғни жекеше түрде тұрған зат есімді қолданамыз. Мысалға, there is a book on the table. Яғни бұл жерде дегеніміз бір деген санмен тең, яғни бұл артикльдің мағынасы. A book десе, бұл сөйлем бізде жекеше түрде тұр деген сөз. Сонда, there is a book on the table. Столдың үстінде бір кітап бар деген мағынаны білдіреді. Келесі екінші мысал. There is a cat in the garden. Яғни a cat деп тұр, бір ғана мысық айтып тұр. Сондықтан біз мына жерде there is-ді қолданып тұрмыз. Аудармасына тоқталатын болсақ, яғни бақшада бір мысық бар деген сөз. Келесі there-ның қолданылуы, there plus plural nouns, яғни there-дан кейін міндетті түрде көпше түрде тұрған зат есімді қолданамыз. Мысалға, there are 3 apples on the plate. Қарап тұрсаңыздар, 3 apples деп тұр, яғни 3 алма. Яғни apples деген сөз бізде көпше түрде тұр, яғни s жұрнағы жалған, және оның алдында 3 деген сан тұр. Яғни бұл жердегі зат бізде біреу емес, көп зат екенін айтып тұр. Яғни екіден жоғарғы заттарды айтқан кезде біз there-ны қолданамыз. Енді сөйлемнің мағынасына қарайық. There are 3 apples on the plate. Тарелканың үстінде 3 алма бар деген сөз. Келесі. There are many people in the park. Яғни паркте көп адамдар бар. People дегеніміз person деген сөздің көпше түрі. Және алдында many деген қолданылып тұр, бұл да көп деген мағынаны білдіреді. Көп адамдар деген мағынаны білдіреді. Яғни осындай кезде біз there-ны қолданамыз. Келесі мағынасы бұл жерде болымсыз сөйлемдерде қалай қолданылады. Яғни мынау біздегі is және are деген to be етістіктерінен кейін біз not қоямыз. Одан кейін there is болса жекеше түрдегі зат есім тұрады. There-мен қолданатын болсақ, there not сосын барып көпше түрде тұрған зат есімді қолданамыз. Мына жерде өзі де көрсетіп тұр. There isn't, одан кейін singular nouns. Мысалы, there isn't a pen on the desk. Үстелдің үстінде ручка жоқ. Бір ғана ручканы айтып тұрмыз, a pen деп. Ары қарай, there aren't, одан кейін plural noun дейді. Яғни көпше түрде тұрған зат есім. Да айтқан кезде there aren't қоямыз, яғни болымсыз формасында. Мысалға, there aren't any books in the back. Яғни сөмкенің ішінде кітаптар жоқ деген сөз. Келесі сұраулы сөйлемде жаңағы is, are деген to be етістіктері there-дің алдына шығады. Біріншісіне қарасақ, is there a supermarket nearby? Яғни жақын жерде супермаркет бар ма деген сөз. Бұның формуласы мұны жоғарғы жағында көрсетіп тұр. Is there, одан кейін жекеше түрде тұрған зат есімді қолданамыз. Сосын барып орынды көрсетеміз, қай жерде тұрғанын. Немесе қай жерде тұрған затты сұрап жатырмыз, соны айтамыз. Одан кейін көпше түрдегісінде are there any chairs in the room? Бөлмеде орындықтар бар ма деген сөйлем шығып тұр. Бұның жасалу формуласы бұл жерде қарасақ, are there, яғни сөйлемнің басында тұр, are there-дің алдына шыққан. Одан кейін бізде көпше түрде тұрған зат есімді қолданамыз. Так, енді сұрақтарға жауап берген кезде қалай жауап береміз? Is there a bus stop near your house? Яғни сұрақ бізде is there-мен қойылса, демек yes деп жауап берген кезде yes there is деп жауап береміз. Ал no болса no there isn't деп жауап береміз. Келесі сұрақ, are there any students in the classroom? Яғни сыныпта студенттер бар ма деп сұрап тұр. Енді бұл жерде no there aren't дейді. Егер де yes деп жауап беретін болсақ, yes there are деп жауап береміз. Ал енді мына жерде уже практика тапсырма беріледі. Яғни біз қазір теорияға тоқталып өттік бұған дейін. Ал енді практика жасасақ. Көпніктердің орнына, мына жерде бос орынның орнына there is немесе there are дегенді қоюымыз қажет. Бізде бірінші кезекте мән беретін нәрсе зат есім тауып аламыз. Яғни зат есім қайда тұрады? There is there-дан кейін тұрады. Енді қараймыз. Бірінші сөйлемде a dog деген сөз тұр. Бұл бізде зат есім. Яғни бұл деген артикль қолданып тұр. Дегенді жаңада да айтып өттім. Бір деген санмен тең. Сонда бір ит деген мағынаны береді. Демек біз бұл жерге there is-ді қолданамыз. There is a dog in the yard. Яғни аулада ит бар. Ит жүр немесе. Келесі. 3 pens on the table дейді. Яғни 3 ручка бар дейді столдың үстінде. Сонда бізде көп санды айтып тұр, көп затты айтып тұр. Сондықтан біз бұл жерге there-ны қолданамыз. Келесі. A laptop in your bag. Сөмкеңде ноутбук бар ма дейді. Бұл жерде a laptop тұр. Демек бұл жекеше түрде тұр. Сондықтан is there-ді қолданамыз. Яғни бұл сұраулы сөйлем. Is there a laptop in your bag? Яғни сенің сөмкеңде ноутбук бар ма деп сұрап тұр. Келесі де сұраулы сөйлем екен.
any flowers, яғни көпше түрде тұр flowers, сондықтан are there-ді қолданамыз. Ал достар, сабақ пайдалы болса, лайк, комментарий жаза кетіңіздер.